Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Ең алдымен жарты стақан жылы сүтке 2 шай қасық қант, 2 шай қасық ұн, 1 ас қасық ашытқыны салып жақсылап араластырамыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Араластырып, бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Ал міне достар, бізде 15 минут уақыт өтті. Содан соң міне қалған жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. 2 ас қасық майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Майонездің орнына қаймақ немесе йогуртта қолдануға болады. Содан соң аз-аздан ұнымызды қосамыз. Ұнды бірден көп қылып қоспай, аз-аздан бөліп қосып араластырамыз. Массамыз қоюланғанда қолымызбен қамырымызды жұмсақ қылып илейміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Содан кейін бетіне біраз өсімдік майын жағып, бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. 1 сағат уақытымыз өтті. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді оқтаудың көмегімен жұқарақ қылып жаямыз. Енді видеода көрсетілгендей домалақ қылып қамырымызды кесеміз. Сіздер өз қалауыңызша ромбик немесе 4 бұрыш қылып кесуге де болады. Дайын кесілген бауырсақтарымызды тағы біраз көтерілгенше 10 минутқа бетін жауып қоямыз. Содан соң көтерілген бауырсақтарды қызып тұрған майда 2 жағы қызарғанша пісіреміз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай бауырсақтарымыз доп-домалақ болып жақсы көтерілген. Бауырсақтарымыз өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер де сізге рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыз. Алда әлі де оңай әрі дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.